Шенеуніктер Шымкентте шетелдіктердің қаптап жүргеніне алаңдаулы. Себебі күнгейдегі мұнай өңдеу зауытында жұмыс істеп жатқан 4000 қызметкердің 3000-ы Қытай азамат екен. Бұл жайтты энергетика министрі Қанат Бозымбаев пен облыс әкімі Жансейіт Түймебаев кәсіпорын жұмысымен танысу кезінде кездейсоқ біліп қалған. Акциясының 50% отандық компанияға, ал екінші жартысы қытайлықтарға тиесілі болса да, зауыттағы жұмысшылардың көбі Қытайдан келіпті. Мұның себебін кәсіпорын басшыларынан сұрап, тұшымды жауап ала алмаған министр мен әкім мұнай зауытына ескерту жасады. Сондай-ақ 3 миллионға жуық тұрғыны бар аймақтан қарапайым қазақ жұмысшыларын таппайды, тартпайды жүргендерге шүйліккен шенеуніктер осы олқылықтың орнын толтыруды тапсырды. Зауыт ары қарайда жұмыс жасай береді. Жаңарып, қуаттылығы да артып жатыр. Сондықтан бұл өндіріс орнында басқарушы және инженерлік техникалық қазақ кадрлары болуы керек. Құлақтарыңызға алтын сырға. Жергілікті мамандарды жұмысқа көптеп тартып, оларға осы істің қыр-сырын үйретіңіздер. Бұл біз үшін өте